өзімізді ортаға салып отырайық. Келгесін жерде Қырымқұлдың ауылына қасиетті нағашыларым ғой. Алла қабыл етсін. Сүгірдің сөзі Ұзақбаймен бірге болған едік. Ортаға салып отырайын. Үш тарих сөзі. Сөзімнің өзің бағасы 12 ата байлық келін берді Құдайге адайдың 2 ай баласы. Бастадың жауап әуелі бұл сөзім ай тәуелі Құранның ғазал әуезі әй тәзіге қоса 2 ауыз бәйтерегім едің мәуелі. Ай алағаның баласы сөз міндет ау сөздік ау сөз бастамақ біздікі. Сыбағалап сөзіңді ай жиналған жерде сөз алат әр атаның бөлімі. Келін берді ау Құдайға өр туған екен сенімі. Тәзіке деген ауылдың таппай отырмын тақтасын. Таппауымның себебі тай сойған бүйрек 2 құм жайықтан арау жатқасын. Ай алалап айтсақ Атаға түсіп шапқасын. Бала өте сәрге қабақай әй адайдау неше бөлшектеп құрды ойда бір жалағай. Қош ажам, қош ажам, қош. Ағашын деп алып тау арқаның атын сол уақытта адай шамалай бір түрі қарасын. Ай ауызбен берген антына қара өскі ант беріп алтау арана. Сол себептен қалды осы күні байқасам аз емессің артықсың ұятты ерлікпен алға тартырам еліміз тыныш болсын. Рахмет. Ey тәзіке деген ауылым нағашым деп алып тау арқаның албыз сәлез елге салған бәлесін сол уақытта адай шамалай біле тұры арасын. Ауызбен берген антын ау қара іске ант беріп алтауыл кеттау арына. Сол себептен қалдың аз болып осы күні байқасам аз емессің артықсың ұятты болған ініні ерлікпен арға тартырып. Ей сол адайдан бер қарай шығарып келе жатырсың ағалық. Қадірлі өткен қартың көп оны біз қайдан табалық. Базар етіп бұл күндеу алдарың ау салалық. Қатесі болсау кешіңдер қаяуын тапсаң шалалық. Келін бердау көп ауыл сөз тыңдап отыр қамалап. Жол келмей жатыр сендерге алдымен келіп ағалық. Ағасын айтып болғасын інісіне қолға алалық. Алтарсай қосай болғанда айтуға пәмді аймағың. Ерлікпенен билікке кем бері сенің қай жағың. Әй үстіңе пәлеу келген күн ерегескен дұшпанның еркін беріп қоймадың. Ай қосай атам баласы ортақ сөз жұмылан бәрің ау болынса сөзге ау байлағың. Бай бол менен тінейді әйтей менен бегейді.
Бәли менен сүйіндік жүйріктер шыққан өйеліп, ар жағың сенің ер қосой, үстіне сауыт жамылған. Ерлерің өттау, айбындау егескен жауы шабылған. Ортадан шыққан шайырлар, шайтым менен өгізбай. Насихат менен қалнияз, нұрым менен тас темір. Бегім менен бегімдегі, бегім менен қашаған. Есектегі ай оңайбай мәжлісі топтау шабылған. Қыдыр көрген байды өтті, қалнияз менен жұбандай. Закария шам талпақ ашарған арқалап алтын мен күміс тағынған. Тоқтамыс менен тоқпан бет тәңір берген ерді өтті. Қамалаған қалмақты шағаннан әрі қашырғаны. Әлжеке Абдулла пірдеттау тарқатып жүрен шашылған. Айтып-айтау келгендау ер қозайдың баласы. Кетпегені қыдыр қасынан. Қосайдан ай соңғы екі ауыл, Қосайдан соңғы екі ауыл, Құнан қорыс ақпаным. Атама біл өлгесін, ойланып ақыл таппадым. Сол замандау жас болып, көре алмай қалдым шапқанын. Ақпаннан ерлер көп өттің, қара күшік бүл өтті. Алдияр ақын пірді өттің, ілімі мен білімін көңілін көптің түл өтті. Құнан қорыс ауылдан лабақ пен шабай дүретті. Әлдеке менен бек бауылы, боқсары менен бөрібай дұшманын жеңіп құл етті. Енді айырылған екі ауыл, балықшы менен жеменей. Ерлерің сенің көпшіктау белгілі қара төбедей. Билеріңдау көпшіктау суға жүзген кемедей. Тастамай айдым нағылам ақысы бар немедей. Балбан яз ер қармызы, ерлер өттау жебедей. Кенесары сақи алдар қыл, жұмат пен өттау ағатай. Ауданы үлкен кемедей, адай-адай болғалы, алатауға қонғалы, шылым жомарт. Бақтың өрлер арзанған, ақсық сабайда бартынан, бесіктіктің баласы ұлтын бардайдан ұталынған. Қолы бекпенен қонайдың, ерлері қайшылды, отына жауау шартылған. Билік жақау кезінде, сейіт сынaba ермен бен таңдайынан балтырған. Қарақтан менен арыс бар, маңдысыдей әруақты. Қасиеттау қардың. Баста сөскен егізім, суалмас Каспий теңізім, мұңал менен тобышым, Үштібек пенен Сарыарқай орай өскен қонысым. Тобыштың екеу баласы да толау құралай, деңгілі бөлек көбелден, деңгілі бөлек көбелден. Мұның да бөлек құралай, деңгілі бөлек көбелден, деңгілі бөлек көбелден. Баста сөскен егізім, суалмас Каспий теңізім, мұңал менен тобышым, Үштібек пенен Сарыарқа орай өскен қонысым. Тобыштың екеу баласы, Ораз менен бегейім, ер менен бие көп шыққан, мұны да осал демейіне. Әлменбет деген ауыл бар, қожық қылыш найзабек, мұның да толы құралай, деңгілі бөлек көбелдені. Қыдыр қожадан өскелі, адай еді қой көшпелі, 30 мерген 10 батыр. Әңгімені айтсақ естегі, бағымыз баста тұрғанда, қалмақ менен кезестік. Түрк орыс менен теңестік, емен менен егестік, арман менен алыстық, түркмен менен тебістігі. Біз адай деген ел едік, еркіміз бастау тұрғанда, ерегескен дұшпандау нағылар езін демедік. Қашқынмен бізкін көп құлдай бірінші демеп жемедік. Күні бүгін болғанда, көбейіп басы көп құтан, көрсеткісі көрі төбелік. Сол адайдың қарорнай мұңал деген ел едік. Әлем менен байым бет шоғы менен жаул едік. Ішімнен бекет бір шыққан, біз адайдың сауыр едік. Миллион байтақ елдерім, бекет едау пірлерім, әруаққа келгенде байқады қалық шамасын, қаратастау қағайырып ішінен жаққан шырағын. Бұғыландының бұлағын мүләтшілға бас қылып, қауымшылық құрады. Дүнияның жүзінде талай шайғы әулие,
Жылаған екен еңгілдеп, селлелері сілгілдеп, бір алла сенде еркімдеп, алдына қойып Құранын, бірдің соңау ербекет, іздерің жатыр жауқардай, дүллерің алтын қауқардай, талайлар барып түнеді, ей Құдайға жылап сақардай. Basıldan tentek binen maquldan Ömürşe tavken alıp ay Turmanbet ay Sınday batırdan Begeyden de ötken ay Qosbadır Ömür men temir ay ekevi Dışpandı gözü көргендек Ayda qarday ay ақырған Балбан yaz ay жел табан Қармыста кеттің ay қапылдан Алашыңның ой басында, қар өзеннің ай қасында, ата қозы шотан ай бердебек, кәпірдің қанын ай сабырған, аман тұрлы қожалап, қармыз сармыз ай талайдан, ер болғанда кім артты, лабақ пенен ай шабайдан, сүйен қарап көті бар, аузына қарасан, айда қардың ай өті бар, Күмізді алғи досанын қатардан артық жасалған қаруы қанға жасарған бұзылмаған ай құралы құлтума түгіші қазыбек түгелдің де өткен ай ырағы қара баста ермай көп әмбеге ерлік сынағы олқы деп ешкім айтқан жоқ есекейдің ай шолағын тәңір берген ой өмірбай досшада батыр ай самдөтті Әжімұрат әділ ой нұрындай Нұрманбет әлдеш қалдыбай өткендерді қозғаса жыршыларды арнау бар қотыр баста қарасай тие берсін марқұмған ей артында қалған ұрпаққа толғау бар ей жорға десек болады жарыдағы абылды бегейдегі қалымды бәлейдегі бегімді ешкім осал деген жоқ ой қашаған ақтан нұрымды іздеген жоғым табылды жаманадай жаманбай жарыдағы мәтшанды әділ төре іс қылды өз тұсында жасқанбай көпке түсіп сөйлесе Дәрия шіреп тасқандай Жылқайдар менен қарақай ай Аманша менен санақай Өз тұсында сол ерлер Дұшпанға салған талапай Ата қоза бердімек Есек мерген ер шотан Ай ерлік қылған белгілер Өзімнің көзім көрген жоқ Халық айтады ерді де Жеменейді беледің ай белі толы бегеді Есен сейін ерменмен айдындағы кемеді Айдарбек менен қорегі халқыма жаққан керегі бәріне бірдей жетеме шайырыңның өлеңі халқымда жақсы көп еді естіген шамам сол еді бұны менен тынбайын ай бабықтан өткен мұңбайым ерегескен дұшпанның қайтарған екен қабаттап қапысын менен ыңғайын осылардай жақсылар өтіпті бізден бұрындай Маңғыстаудың қаройы үстірттің ана қырында ерлерді түсеп түгендеу сияма түгел ұғымға баяны жоқ жалғансың осылардан да қалғасын көтеру үшін көңілді таныту үшін тегімді азайтып өттім жырымды мынау енді артымдан еріп келе жатқан шәкірттер болса тізгін берейін.
Өмір қаралының жұрт жиналған шыршыдан келмес орындап берейін, қабыл алыңыздар. Қырым қол. Қас шешеннің белгісі жасқанбай жауап айтады. Ер жігіттің көсемін айқаялыңа ой салып түйілген жерін шешеді. Шешендікпенен білемі сағатпен ғылым екеуі ақылды болса аз деме. Ей жалғыз туған шөгенім, бұл дүниядан пайда жоқ. Болмаса маңда егерің айқалағандарың сөз болса. Тәңірдің берген жел сөзін сіздерден аяп нетелік айқалағандарың сөз болса. Көңілдің қошын келтірме жұлдырмай айтсам шөкенің әуелі Алла жаратты 14 қабат жер мен көк, арасында милләт көп ай 18 мың ғаламда. Осылайша жаратқан құдіретпенен есептеп, кейбірде кейбір надандар ай күнәр қалап сөйлейді Аллада жоқты есептеп. Қызығымыз көрген белгілің ай біреуді біреу кесекте, бұрын сескіні тағады сыртынан сөйлеп өсектеп. Ей кейбірде кейбір надандар мал бітсе адам болдым деп ей дүния жиған тепектеп. Осы бір күннің мырзасын ай көкірегіне өзі арзаса, орынсыз шашып дүниясын ақылсыз ішке паш етпек. Кейбірде кейбір надандар ай Алланың берген дәулетін ойламайды кетет деп. Ей бай болмақ түгілі патша болып, бір күні көзің жұмылса, бір жасаған құдайым құдіретін саған көрсетпек. Малынан зекет бермесе, қасыңдағы отырған қарашынды көрмесең, ай таңдамақшар күніңде неден жауап бересің? Лауқыда менен мақпұздың ай жазылған екі бағыт тұр, әр Расулы Мұхаммед нұрдың да шамын жағып тұр. Ей 40 парызға қиналмай шарап суған алып тұр, 5 парызын бітірмей барғанда адамнанып тұр. Дүнияның мысалын осылайша баптасаң, айтып тастасаң, жақсылыңдан көңілін алып тұр. Мақсатына бітер ай пенделер, арамғаны аяғай баспасаң, кеудеңді өрге ой көтеріп, болдым деп асып ай таспасаң, азаматшылдық ай әділдік арасында елдің ай тастасаң, сабырлы да ерге ой жарасар, іссізкен күні бойы саспасаң, кәпірлерден ай сұрасаң, тақуалықтан ай не шығар? Адамда түгіл ай айуандым, аяққа да езіп ай таптасаң, кәпірлерден ай сұрасаң, өзінікін
ай жөндейді өздегені ой болмаса қарсылық қылсаң ай құдайға қызметің ай өнбейді қылығың жақса ғой құдайға іреушіңде шамы ғой сөнбейді айдаған күні ғой топырақ ауылда аймағай ағайын қатында балаң ай ермейді кімде-кім сапар ай жолаушы көрешіңде ғой тергейді алладан келген ай әмір бар қайтып та жауап ай бермейді бұл халықтың ай ішінде кейбірде кейбір ай надандар үйіне де келген ай қонақтың беттерінен қарамай күлмейтін күлдірем деп ай сөз айтсаң анада жыршы ғой алдайды деп өлсе де сөзге ой сенбейді ақырында ғой сол жігіт қатыны менен ай төсекте мақұлдасып сырласып өзінікін мынау жөндейді байдың да көркі ғой жарасар адалдан сойса ғой дәулетпен бейдің де көркі ғой жарасар қолында тұрған ай нәубетпен молданың көркін ай сұрасаң шақырған азан ай қауметпен батырдың көркін ай сұрасаң аламан әскерді құрлатқан патшаның көркін ай сұрасаң жері жердегі ой болысқан бәрі қағазды ой жаздырып кеңессе құрыбай алқаға әкімдеріне ой жинатқан мырзаның көркін ай сұрасаң үйінде жыршы ой жырлатқан жыршының көркін ай сұрасаң әлеуметті еріп айтқанда сөзін мынау тыңдатқан айыды Құдай көпсін десін, бұл және әулетіміздің өскендігі, өңгендігі сәтті бұл ақынның әлеумет келдің құралай дейтін термесін оңдап берен қабыл алыңыздар. Келдің бұралай айт дегенде аянып қалғаным жоқ қой сірәдім халқымадан кім білінді сонда да мүйіз шығамам қатарда жүрген құрбылар айт дегенде ірікпейіні бұл жастық баста тұрамай тұрамай мені желгі жүйрікпен алдына қара салмаған құрсаған қара бұлытпын шықтаған жерім жаураған қайнарлы көзі бұлақпын ортаймаған қауғадан жас кезде жырлап қалайын мұндай қызық аз болар кәрілік келсе қаураған қаураған
Неше байлар өткен жоқ, дүния малын айдаған, не батырлар өтпеді, ай шараққа болат қайраған, не жақсылар өтпеді, қарада басын бір өзі жүзгісіге тайлаған, не сұлулар өтпеді, ай ажары артық айнадан. Ей, не ғарып қасер өткен жоқ, рахат көрмей дүниядан, қаса соры қайнаған, не тәкаппар шалп өтпеді, тіледе өткір найзадан, не құрбылар өтөлі, әзілде айтып жарасып, қайылып қасы жайнаған, әркімге нұсқап сөз айттым, шығарып жауап майдадан. Несіне жігіттің түскендігіні ортағам, өнерін топқа жаймаған, мен мысалы жорғамын, ауыздығын шайнаған, алғаға түстім жорғалап, өлең айттым сорғалап, домбыра тарттым бұлғалап, басым түссе құрмаға отыра алмаған құр қарап, қатарда жүрген жақсының ағдидарын көргенде яшылар көңілің бір қарап. Жөн білмейтін жаманға айтайын десең бір сөзім, баталмайсың иманай қорғалам. Күнің жоқ, ауру болсаң қасталы, саудағыдай сының жоқ, ажалда келсе бір күні, дүния өтпей тұру жоқ. Өсе керсе сыртыңнан, бейгүнә күйдің зарарға, айырыларсың досыңнан, арапша тұрса арамға, жәрдем сұрап жаманнан, иегін тартып таянма, азы көпті пікірімен өз жөніңі аянда. Қара суға кетірер елігі берсең жаманға, ниеті бұзық кей жаман бірді бірге итеріп, шықсам дейді арамға, тепсініп көзін салады жуаспенен баяуға, малдының көзі түспейді жарлы менен жаяуға, қайрусы жерге осыңылесер шаңына, келген күнгей бағыма, шабытым келсе шабатын, шығармын талай тағыда. Алқалы жердің тұсында бір көрген аға ініге көрінді ыстық табыла, сіздерден аяп не қыламын, өнерде тұрған табыла, көңілің әссе қалмайды, жақсыға айтсаң базына, жақсының тер марқамын қаздай салайын, жолдас болған ешкім жоқ, бұл жастықты байқайын, айдай, 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 Şeş varsa şeş. Aman bolsun, baştan ağzımıza koy bol. Мынау енді шәкірттердің бір-екі ауыз сөзін тыңдадыңдар, енді мынау қасиетті нағашым Қырымқұлы болғасын жерде Ұзақбайдың сөзін айтшы берейін. Қабылаңыздар. Сөйледі беттің бұйырық бір азғанау сөйлейін жазағанға ұсыйынып. Ой, заман аватар жақсылар бұйым еттің қиылып.
Ақтарайын алдыңа аққан өзен бұлақты. Қалмаса көзі тиді. Парасат едіп тыңдаңдары, құлақ салып ұйығып, жасыл күйсе кетеді, бастың бұйы сұйылып, қазасы жетсе қан доқтар арынан тиылып. Шекерден шырын сөзім бар, дәмін алсаң үйіріп. Мерекенің қызығы жиналып қалап келеді. Ақылдылары тыңдасын, кеңнен кеңес беретін, білігі терең ерлер бар. Сөз мәнісін білетін, қисық ауыз қыңыр бар, шекараны ай бөлетін. Түсінгенге айтамын әрбір сөздің іретін. Шалқып жатқан айдың гүл аңызақ соқсау кебетін. Парлап жанған шамшырақ уақыты бітсау сөнетін. Өлгеннен соң арман жоқ, біреудай біреу көретін. Жар болмаса бір Алла, жау жақын жазып беретін. Тағдырдан артық ешкім жоқ, артылып дәуір сүретін. Жарығы бар әркімнің, азды көптеу сүретін. Аңдып жүрген ажал бар, аңдаусыз күні келетін. Асыл туған ер жігіт халық үшін көңіл бөлетін. Қас жаманның белгісі, арбаға мәстегі жегетін. Қасақылдың белгісі, ау пайдасын айтсаң қош көрген. Қас жаманның белгісі, пайдасын айтсаң қас көрген. Рахатсыз өмірден ұйқыда артық түс көрген. Сөзімнің білер мәнісін ақылмен байқап ескерген әриді. Айтамын сөздің мәнісін, айтпаймын қисыға еш шалысын. Желіккені жүйрігі тынама, тауыс басаңа шабысын. Суалып көзі тартылмайы, дәрия жимасай ағысын. Палуандықтан не пайда, жаңылған күніңі әлісін. Мал тапқаннан пайда жоқ, құлдан басаңа табысын. Бақ қонған күніңі басына, байтағы жұртын танысын. Абырой көптен аласың, білемесең де данасың. Бағыңды бастан ұшырсаң, қатарынан қаласың. Парасат етіп байқаңдар, осылардың ағырасын. Жаныңы қонағы денеге, құрметтеп қалай бағасың. Тілін алсаң нәпсінің, бәлеге әбден қаласың. Нәпсі деген аламан, тамырды қуып тараған. Нәпсіге жолдасы шайтан бар, мекен етіп жайалған. Етпенен тері арадан, жетіп ішің бұда жау, тұстысынан талаған. Өз денеңе өзің жау, жабыспас ешкім жаладан. Болса да қанша тоймадым, алдарына базарлап, біраз ғана туғаным. Базарлап, пәнейдің тойын тойладым. Алдарыңа сөйлейін, Алланың берген әуелден. Тілімде бар жорғалық, дүние қалар білгіні. Мойынға түссе бұғалық, адамзаттың баласы, ғайыптың қосы секілді. Біреуге біреу кез келер, кез келгенде осындай.
аяйын ба сіздерден азамат отыр қалаулы артық кемін ескеріп сөз мәнісін санаулы арқаңа сүйеу қаяуды ай ақ күмісте ажар бар қара темір қаяуды біреу атты жаяуды біреу асау баяуды бір көтермей болмайды жігіттік күнде жалауды жігіттік күнде жырладым келтірдім сөздің ой ырғағын қызығында көрдім ой құрманын ажал жүзгіні алдырмас алтайы қызыл жондағы жақсының алды рақат құрулы қақпан ай жолдағы жамандардың реті құрулы қақпан ай тордағы тумаластың жаманы маңдайға біткен ай сордағы есендік күніне сөйлейік шайырың сөйлер қолдағы менің атым ой ұзақбай атағым тегіс естілді қараның ұлы қазақбай тыңдағанға насихат сөзім бар шырын ой шараптай жабыдан жүйрік болмайды бабын таубай жаратпай жыршы айтқыш болмайды көпке сөзін қалатпай назымда бәйіт шығарып көп халыққа таратпай жан сауында жайнайын тіл сауында сайрайын әзірейіл құрық салған күн қаумалаған ағайын қаларсың бір күн таба алмай қаларсың бір күн ой таба алмай қаларсың бір күн ой таба алмай біткен күні азалып күнде біреу ай өліп жүр уақыты жеткен қазалық абыройсыз жаманнан жақсының артық мазары денсаулықтың күнінде базарлайын көптің құмарын қандырайын сөзбен құлағын адам болжам болмайды алдымда қандай ой боларын бұймақ өліп белгісіз пәнидің баста тұрарын аз әңгіме бұл кеңесі сіздер үшін ой құрадым айдамнан қазбен ой қуалар қаршыға құстың ой қыраны құлым десе құдайым ақырғы мақсат ай сұрарым жарылқасы алла құлым деп пәни менен ой бақида біздерге жақсы ай көрінген тұяғы сынса тұлпардың жағдай сөзгіні сүрінбек жырақта жүрген ой қыран құс бір жейтұғын ай жем үшін жайған торға ілінбек кешірмесе бір алланы мойнымда жақпас кіріп көп аспан мен жерді жараттың құдіретің күшті біліңдеп ай менен күнді жараттың раушан жарық ай нұрым деп бұл дүниеге келтірді шаттығың ойнап ай келіңдеп сұм нәпсіге ермелі аңдыған дұшпан ай зұлым көп тыңдағанға насихат түсінгенге айттым деби деген лауыр Қалнияз ақынның сөзі шалбар қосай қосқұлақ амантұрлы дүниеден өтіп соның естіртуге кім барат дегенде әрі ақынсың әрі батырсың анасына естіртшеш деп
Қалниязға қолқа салған екен. Қалнияз Амантұрлының анасына барып, бұрынғы батырлардың ерлігін айтып, солардың халық үшін қан майданда қаза тапқанын жырлап отырса, Амантұрлының анасы ай бәрекелді деп отыра береді екен. Тұспалдап айтқан сөзге түсінбегенін сезіп, анасының баласының атын қосып былай деп айтып атқан сөз екен. Bismillah. Сөздің басың білмедің ей айырған ақ қараның ілмедің ілмеді әр сөздің түсінген пайымы бар ай ақылдап айтпасақ та білмедің білмеді ай шырылдап құрсағаннан жерге түсіп дүниеге адам солай келіп еді қалайша жыламасын туған сәби ақыры бұжалғанның өлімі еді кешегі аты шыққан ерлер қайда оларда кезекті күн өліп еді байқасаң бауыры бүтін пенде бар ма шырағы талайлардың сөніп еді болғандау хақтың ісі амалғанша сонда да адам шіркін көніп еді ей әруақты Амантұрлау ерімеді ерлігім халқым неше көріп еді қожалақ балуан асар балда осындай жақсыларға серік еді ат қойып дәугескеннің қамалына іркілмей екі дүркін кіріп еді қайран ел қайта шауып қайып болды халқына содан біреу көрінбеді алладан асығыстау келген тағдыр ерлердің көбі солай өліп еді өліп еді өліп еді осыны айтқаннан кейін Амантұрлының анасы ай Қалнияз-ау жыр айтып менің көңілімді аулайын деп келді ғой десем жылатайын деп мені жоқтатуға келген екенсің ғой деп зарына басқан екен дейді. Сонда мынау